Оқ бітіп қалды мынаны. Давай. Ат, былайынан атса енді. Қаш, бері қаш. Мәссаған, оқ бітіп қалды ғой мынаны. Не болды? Папа, бош, мен туалетке кірім келатыр. Туалетке кірім келатыр. Қазір шығам ғой, ойнауға да бермейсіңдер, Қазір шығам дедім ғой саған. Бір кетті. Мен аяққа барып, оны кешіп олар әз мазам қалып. Күшті отыр ғой мына ойына. Капелка теперь носик енді. Атшы былайынан. Папа! Не болды? Теперь же сен Нені істеп деп жатсың? Копилканы. Стим, сосын стим. Баршы, сосын стим. Посмотри вниз, там мистер Пап, врач сказал, что... Бeralarını topsa. Benden aç vermiş mi bankına? Bankına aç vermiş mi ağa? Ашып берем biraz, тоқтай тұршы, мен көріп алайыншы. Ben tat керек қоймаған тамаққа. Қазір дедім ғой, тоқтай тұршы, мен көріп алайыншы қазір. Солдат, бірге. Папаша зомби болып қапты, телефонын зомби болып қапты. Не істейміз? Енді менде бір идея бар. Қандай? Сол аяқ қолын байлап тастау керек. Скотч керек бізге. Ja, бар, әкел. Залдан әкелші скотчты. Ja, қазір осымен балдар аяқ қолын байлаймыз папаның. Хорошо? Хорошо. Не істеватсыңдар? Жібер! Балдар, ендіші папа осылай бір күн жатады. Давай. Бір күн жатады. Содан кейін ол уже телефон көрмейтін болады. Үйренеді, я? Жақсы болды. Енді бір күн шыдасақ болды енді. Жақсы ма? Ешкім барып шешіп қоймайсың. Жарай ма? Тура солай жатсын. Не істеп кетті мыналар өзі? Аяқ қолымды скотчтап. Не болып кетті өзі? Мына аяғымды да қазір шешіп алайын. Жақсы болды ғой. Телефонды тауып алдым. Бұлар ұмыт кеткен ғой. Мен ары қарай көре беремін. Қазір мына жерге отырып алайыншы. Айлен, Ау. папаның телефонын берші маған. Мен тастасып кеттім ғой. Бөлмеге тастадың ба? Я. Арсен, бар әкел. Уақ тастайсың. Ау, Тағында күрәтіп телефон. не істейміз? Енді, давайте Wi-Fi-ді өшіреміз. Давай. Жүріңдер кеттік. Тоқта, жай барамыз. Есік жап.
ана есік жап. Молодец. Енді кеттік қыламыз. Я, сен бірақ ол Wi-Fi-ді қосып ала алады ғой. Жүр, тығамыз қазір, хорошо? Хорошо. Қайда тығамыз? Шкафта. Болды. Ей? Wi-Fi өшіп қалды ма немене бәле? Істемей қалды ғой мынау. Или әшейін уақытынша алып берген. Жоқ, міне істемей тұр Wi-Fi. Арсен! Wi-Fi! Арсен! Ал. Арсен, Wi-Fi істемей тұр. Барып қосашы, сіз неге өшіріп қойдыңдар? Қосылып тұр ғой. Қосылып тұр? Иә. Қазір көрейінші. Қосылса мына телефон істей береді ғой. Мә, TikTok-тың зор жеріне келемін. Ей, жоқ қой мына жерде Wi-Fi. Қайда кетіп қалды ол? Мен білмеймін. Мәссаған. Оны ше? По-моему, әдеге тығып қойған ау. Қазір мен сұрап білем оны. Алина, Гүлзада, Wi-Fi қайда? Білмейміз. Wi-Fi қайда қойдыңдар? Өтірік айтпаңдаршы, бірінші скотчтап тастадыңдар. Енді Wi-Fi'ді тығып қойдыңдар ма, менің телефон көрмесін деп? Жоқ. Бардық біз. А қайда онда? Қайда кетті ол? Білмеймін. Мәссаған, енді не істеуге болады екен? Сіз шындығын айтыңдаршы, неге үйттіңдер? Шындығын айтыңдаршы, что-то. Шындығын айтайық па? Жоқ, шындығы болғанда, нені айтпақсыңдар сонда? Не болды сонда, Арсен? Сен менің туалетті босаматтың. Сен 2 сағат постоянно телефон көріп едің. Туалетте ма? Иә. Міне, туалетте мен көп отырып қаламын. Телефон ұшқалап қалатын бар да, неге? Мен айттым, копилка жасап берсін семедің. Мен копилка әлі жасап бермедім ба саған? Да. Кешірші, мен ұмытып кеттім ғой мүлдем. Мен ойлап жүрген, мен уже давно копилканы істеп қойғам, қызым қуанып жүрген шығар деп. Ал маған көмек керек кезде всегда телефонда отырасың. Мен вообще телефонға беріліп кеттім ғой, күнде TikTok көре беріп, зомби болып қаппын ғой мен. Иә. Балдар, ренжімеңдерші, өтініш. Енді көп отырмайын. Ары барса 4 сағат десең, 4 сағат емес. Бір жарты сағат, 1 сағат, бір күнге нормально болады. Сендерге көмектесуге тырысам. Келсіз ғой, ренжімейсіңдер ғой? Иә. Енді Wi-Fi айтыңдаршы қайда екен, біраз TikTok көрейін. Болды, келсізге?